Қайырлы күн, достар! Бүгін лакомка құрамымен бөлісетін боламын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Ең алдымен 250 грамм сүтті құямыз, оның үстіне 150 грамм су қосамыз және 250 грамм май қосатын боламыз. Осылай жылы отқа араластырып аламыз, қатты ысытпаймыз. Бетіне 1 чайны ложка трош қосатын боламыз. Оны әдемілеп араластырып алып, бетіне 4-5 қасық қант саламыз. Аз салсаңыздар да болады, көп салсаңыздар да болады. Және жарты чайны ложка тұзымызды ұнға араластырып алып, осылай салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспау да керек, және де өте жұмсақ болу керек. Сосын міндетті түрде 1-2 рет қайтарып аламыз ашығаннан кейін. Сосын оны 10 бөлікке бөлеміз. Сосын осылай жайып алатын боламыз. Бетіне міндетті түрде ұнды болмаса сары май қосып салсаңыздар болады ортасына. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Сосын дайын тұрған майдың бетіне сгущенка қосамыз. Сосын оны жаңағы дайын болған лакомканың ішіне жағамыз. Жиектеріне жаңғақтың крошкаларын осылай жағып алатын боламыз. Сосын осы менің видеом ұнаса, лайк басып кетеміз.